Aldım. Münира ханым, сіз күннен күнге әдеміленіп барасыз дейді. Осының сыры неде дейді. Күннен күнге әдемі болып барасыз, бұның сыры неде деп бір адам қосып отыр екен. Осыған жауап берейін. Бірінші, мен бұрынғыдай күйгөлектенбейтін болдым, қыздар. Күйгөлектенбейтін болдым. Бұрын мен қатты күйгөлек болатынмын. Маған тез істеп тастау. Мүмкін ол менің о жағымда дұрыс шығар, менің о жағымда қате деп айтуға болмайды. Мен бүгін бір нәрсені қолға алатын болсам, сол нәрсені бүгін мен бітірмейінше мен тыным таппаймын. Көп әрекет жасаймын. Әрекет жасап, нәрселерді тез тындыруға тырысам. Мүмкін о жағым дұрыс шығар, сол себептен көп әрекеттенгендіктен, көп еңбек еткендіктен үй алып жатырмын. Міне салон ашып жатырмын, қыздарды жұмысқа орналастырып жатырмын. Ол мүмкін дұрыс шығар, ол көп әрекет. Бірақ тыным таппай жұмыс жасайтынмын. Сол үшін менде қан айналымым жақсы. Содан кейін мен ойымды кеңге салдым. Бұрын көп ой ойлайтынмын. Қазір азырақ ой ойлайтын болдым. Одан кейін жасым келді, 50-ге келдім. 50-ге келгеннен кейін бұрынғыдай емес, артымды алдымды ойланатын болдым. Одан кейін шүкірлік тәубәме келдім. Алланы іздеп таптым. Аллаға тәуба, осыншама нәрсе беріп жатсың ғой деп қанағат етуді үйрендім. Одан кейін әдемі болып жатқан, көбінесе менің әдемі болып кетіп бара жатқаныма үлес қосып жатқан менің жолдасым, былайша айтқанда менің байым, жолдасым. Менің жолдасым жақсы болды, жақсы. Екеуміз күнде әңгіме дүкенін құрамыз, екеуміз бір-бірімізге мейір бағыштаймыз, екеуміз отырып бірге сөйлесеміз, бірге әңгімелесеміз. Содан кейін менің көңілімнен шықты, ол кісінің көңілінен менің көңілімнен ол кісі шықты. Содан кейін ризамыз, былайша өмірімізге ризамыз.